Ертеде бір шағын қалада Лия деген мейірімді қыз өмір сүріпті. Ол небәрі 18 жаста еді, бірақ жүрегі өте таза болатын. Лия анасы екеуі қарапайым өмір сүрді. Анасы таң атпай дәмді нан пісіріп, ал Лия сол нанды халыққа сатып, анасына көмектесетін. Бір күні Лия нан сатып жүріп, ауыр сөмке көтеріп тұрған кәрі әжені көрді. Әже Лияның мейірімділігіне қатты риза болды. Сол сәтте ол қалтасынан бір әдемі алқаны алып шықты. Бұл жай алқа емес, деді әже. Мұны таққан адам жануарлардың тілін түсіне алады. Сарай сыртына патшаның баласы шығып, халыққа үн қатты. Патшамыздың ең сенімді аты ауырып қалды. Жаны ашып, оны емдеген жанға патша ерекше сый жасайды, деді ол. Бұл хабарды Лия да естіп қалды. Ол алқасын еске алып, сарайға баруға шешім қабылдады. Лия патшаның атына жақындады. Алқаның көмегімен аттың тілін түсінді. Ат Лияға тұяғына кішкентай ағаш кіріп кеткенін айтты. Аттың тұяғындағы ағашты алып тастаған соң, ат қайтадан сауықты. Патша Лияға қатты риза болды. Ол қарапайым қыздың ақылды да батыл екенін түсінді. Уақыт өте келе патшаның баласы Лияны жақсы көріп қалды. Лия да оны сыйлап, екеуінің жүрегін махаббат біріктірді. Көп ұзамай үлкен той болып, Лия патшаның баласына тұрмысқа шықты. Лия анасына да қамқор болып, оны сарайға көшіріп алды. Солайша мейірімділік пен жақсылық Лияны бақытқа жеткізді. Жақсылық жасаған адам ешқашан жамандық көрмейді. Сөйтіп Лия мен ханзада бақытты да баянды өмір сүріпті. Ертегі ұнаса, лайк басып арнамызға жазыл.